Так, енді келесі мына контурдың Киргофтың екінші жағын осы контурға қарап шығайық. Міне бізде екінші контур. Екінші контурда тағы да 3 кедергі бар. R1, R5, R2. Әрқайсысын өз тоғына көбейтіп шығамыз. R1, R5, R2 көбейтіп шықтық. Оны теңестіреміз электр қозғаушы күшке, ол E1-ге. Енді бағыт таңбаларын қойып шығамыз. Осы контурға тағы да сағат тілімен бағыттас бағыт қоямыз ойша, осы контурдағы тоқтарды осы сағат тілімен салыстырып шығамыз. R1-дің тоғы E1, ол сағат тіліне қарама қарсы, сондықтан минус қоямыз. E2 тоже қарама қарсы, минус E3, барлығы бізде сағат тіліне қарама қарсы, сол себептен бәріне минус қойып шығамыз. Дәл осылай үшінші контурға теңдеулер жүйесін құрасыңдар. Сонымен біз Киргофтың екі заңына теңдеулер жүйесін құрып шықтық. Осы теңдеулер жүйесі арқылы біз әр тармақтағы тоқтарды анықтай аламыз. Ол үшін матрица құрасыңдар. Матрицаның анықтау үшін дельта деп жазамыз, тең болады десіңдер, тік жақшаны ашасыңдар. Мына жерге шапочкасы анықтамалар белгіленетін мәнді қойып шығамыз. Ол E1, E2, E3, E4 деп алды. Іздеп отырған тоқтарымызды рет-ретімен қойып шығамыз. Бірінші жол бірінші теңдеудікі болады, екінші жол екінші теңдеудікі болады. Солай 6 теңдеуді жазып шығамыз. Енді бірінші теңдеуге қарайық. Бірінші теңдеуде E3-тің коэффициенті алдындағы минус 1, E3-тің астына минус 1 қоясыңдар. E4-тікі плюс 1, E4-кі 1, E6-нікі минус 1, E6-ға минус 1. Қалған тоқтарым жерде жоқ, қалғандарын 0 деп белгілейміз. Екінші өрнекті қараймыз. Екіншіде E3-тің алдына плюс 1-ді қоямыз. Міне E3-тің алдына плюс 1, E2-нің алдына минус 1, міне E1-дің алдына плюс 1, қалғандарына 0 қоямыз. Дәл осылай мына үшінші теңдеуді жазасыңдар. Ары қарай мына келесі заңға көшеміз. Келесі заңда E3-тің коэффициенті R3, міне E3-ге R3-тің мәнін қоясыңдар. E2-нің коэффициенті R2, E2-ге R2-ні қоясыңдар. E4-тің коэффициенті R4. Қалған кедергі жоқ бірінші теңдеуде, сондықтан мұнда қалғандарына 0 қоямыз. Дәл осылай келесі ретімен санағанда 5-ші, 6-шы теңдеулерді қойып шығамыз. Тік жақшаны жабамыз. Келесі тік жақшаны ашамызда теңдіктің оң жағындағыларды қойып шығамыз. Оң жағында 0, 0, 0, міне 3, 0, және E3, E1, E6 штрихмаларды таңбаларын ескеріп қойып шығасыңдар. Ары қарай енді біз дельта, осылай мынау бізде дельта. Бізде барлығы 6 баған, сондықтан 6 дельтаны табамыз. Дельта 1-ді табу үшін не істейміз? Дельта 1-ді табу үшін мына тұрған барлығын көшіріп әкелесіңдер мына жерге. Бірақ бірінші бағанның орнына мына тұрған жеке жазған тік жақшаныкін әкеліп қоясыңдар. Дельта 2-ні табасыңдар. Онда тоже самое. Бағанағы дельтаны көшіріп әкелеміз, уже екінші бағанды ғана өзгертесіңдер. Дельта 2-ні полностью көшіріп әкелесіңдер, только екінші бағанның орнына мынаны әкеліп қоясыңдар. Дельта 3-ті тапқанда осы дельтаны көшіріп әкелесіңдер, үшінші бағанның орнына мына тік жақшаны қоясыңдар. Осылай 6 дельтаны табамыз. Ары қарай E1, E2, E3, E4, E5, E6-ны табу керек. E1 деген дельта 1 бөлінген дельта, E2 дельта 2 бөлінген дельта, яғни мына жерде сан мәндер шығады. Соларды бір-біріне бөліп шыққанда әр бағандағы әр тармақтағы тоқтарды анықтаймыз. Енді Excel-мен жұмыс жасау. Так. Мына тұрған матрицаны Excel-мен шығарасыңдар. Яғни Excel-да mopred деген команданы ашасыңдар. Тең боладыны қойып, соған нүрі арақашықты, ұялшықты теңгі қоясыңдар. Теңді бас саласыңдар. Сонда сендерде матрица анықталады. Осылай сендер бірінші әдісті шығар қоясыңдар. Мен екінші әдісті тоже жүктеймін. Каждый әдісті рет-ретімен апта сайын шығарып отырасыңдар. Рейтингтің соңында өткіземіз.